Армысыз ағайын. Араб әлемінде сенімді әріптес, маңызды одақтас, қай ел десе Біріккен Араб Әмірліктерін сөзсіз атап айтуға болады. Неге? Бұл туралы сәл кейінірек студия қонағымыз тарқатып айтыр, ал қазір мына ақпаратқа назар аударыңыз. Біздің әмірліктерге береріміз де, одан аларымыз да бар. Арамыздағы алыс беріс пен беріс келістің көлемі бойынша Араб әлеміндегі бұл мемлекет 205 елдің ішінде 52-ші орында тұр. Бұл жаман көрсеткіш емес. Өзара экономикалық ынтымақтастық туралы кеңірек студиямыздың қонағы еліміздің Біріккен Араб Әмірліктеріндегі төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Ламашариф мырза әңгімелейді. Қайрат Қарбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мынау Қазақстан Біріккен Араб Әмірліктеріне немен қызықты, немен қызықтырады? Осы төңірегінде айтып кетсеңіз. Жалпы Қазақстан Республикасы мен Біріккен Араб Әмірліктерінің арасында дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына келесі жылы 25 жыл толады. Осы ширек ғасыр бойында біз өзіміз жаңа сіз айтқандай бір-біріміздің серіктестік деңгейіне жеттік. Жақында болған діндер терроризмге қарсы халықаралық конференцияға қатысқан Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық кеңес төрайымы екі арада қарым-қатынастар алдағы уақытта стратегиялық әріптестік деңгейіне көтеру туралы бастама көтерген болатын. Бұның өзі екі ел бір-бірінің экономикасын жақындасуына, инвестициялар тартуына мүдделі екенін танытады және осы жағынан да бізді қызықтыруда. Жалпы бүгінде әмірліктер қазақтан қандай өніміне, я болмаса қызмет түріне зәру? Енді сәуір айында Астана қаласында ислам азық-түлік пен қауіптастық қамтамасыз ету ұйымы ашылған болатын. Яғни алдағы уақытта Қазақстан мен Араб әлеміндегі негізгі бағыт бұл ауыл шаруашылық, Қазақстанда өсірілетін ауыл шаруашылық өнімдерін араб нарықтарына шығарып отырады. Олар біздің астығымызға, етімізге және басқа да азық-түлігімізге зәру болып отқан. Себебі ол елдерде шөл дала болғаннан кейін, егін екпегеннен кейін олар 100% азық-түлікті сырттан әкеледі. Ендігі алдағы уақытта мынау Қазақстан, Түркменстан, Иран арқылы темір жолы ашылғаннан бері осы жолда 21 ғасырдың жаңа жібек жолы ашылып, енді біздің тауарлар араб нарығына, әсіресе Біріккен Араб Әмірліктеріне кеңінен шығарылады деген үміттеміз. Мынау жыл басында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев біздің қазақ елшілерінің басын қосып Астанада осы инвестиция тарту міндетін жүктеген болатын. Бұл тапсырма сіздерде қалай орындалып жатыр? Жақында Астана экономикалық форумда елбасымыз сөйлеген сөзінде осы тәуелсіздік жылдары біздің елімізге 255 миллиард ақш доллары тікелей инвестиция тартылғанын айтылған болатын. Осының ішінде 2 миллиард ақш доллары бұл Біріккен Араб Әмірліктерінің үлесіне тиеді. Қазірдің өзінде Астанада бой көтеріліп жатқан Абу-Даби Плаза кешенінің өзі 1 миллиард 200 миллион долларды құрайды. Сондықтан араб әлеміне тартылып жатқан инвестицияларды Қазақстан нарығына әкелу жөнінде бірнеше екі жақты келісімшарттар қойылған. Соның ішінде өзара қосарланған салықтарды болдырмау, және жақын арада қол қойылайын деп отырған инвестицияларды ынталандыру және қорғау мәселе жөнінде үкіметаралық келісімге қол қою жоспарлануда. Менің естуімше Астанада қазақ әмірліктері деген бір мектеп ашылады екен бірлескен. Ол немен ерек болмақ сонда? Елбасымыз Біріккен Араб Әмірліктері соңғы сапары кезінде сол елдің басшысы Шейх Халифа екеуінің уағдаласы бойынша Астанада Араб Әмірліктерінің үлгісінде мектеп ашылу туралы уағдаласқа келіскен болатын. Міне былтыр сол мектептің алғашқы іргетасы қаланып, биыл қыркүйек айында 900 оқушыны қабылдағалы отыр. Бұл 13 миллион ақш доллары тегін грант болып саналады. Яғни Қазақстанның жаңа елбасымыздың үш тілдік бағдарламасы ағылшын тілінде оқыту жөнінде әмірліктердегі ең озық мектеп үлгісі осы Астанаға келеді деген сөз. Сонда үш тілде оқытыла ма оқушылар? Негізгі барлық пәндер ағылшын тілінде оқытатын болады. Ал араб тілі? Бұлардың ерекшелігі енді сол елде 1 миллион әмірліктер азаматы және 8 миллион шетел азаматы болғаннан кейін оларда барлық мектептер негізінен ағылшын тілінде оқытылады да үйде балалар өзінің ана тілінде сөйлейді. Сондықтан бұл жерде де сол дүниежүзіге танымал Сабис үлгісіндегі мектеп жұмыс істейтін болады. Жалпы Біріккен Араб Әмірліктері енді байқуатты мемлекеттердің бірі ғой. Олардың экономикасын осыншама көтерудің себебі неде? Сыры неде? Сыры ең бірінші Қазақстан секілді Біріккен Әмірліктері де озық идеяларға құштар халық.
Тіпті мынау 2020 жылы болатын Дубай экспоның тақырыбының өзі ақыл ойды біріктіре отырып, алға болашақты бірге жасайық деген тақырыпта өтеді. Яғни бүгінгі әлемдегі барлық инновациялық идеялардың барлығын Біріккен Әмірліктер өз мойнына сіңіре отырып, экономикасына жаңа тетіктерді әкеле отырып, осындай бай дәулетті елдер қатарына жетіп отыр. Бұл салада біз Әмірліктерге қатты ұқсас елдердің бірі болып саналамыз. Күнді кеше ғана олардағы тек қана мынау ештеңке болмаған еді ғой, ештеңе болған жоқ. Енді ғана міне дамып келе жатқан мемлекет. Біз олардан да осы тараптан аларымыз бар шығар көп. Әрине, Біріккен Араб Әмірліктері өздерінің тәуелсіздігін осынан 44 жыл бұрын алған кезде оларда мұнай көздері табылды. Содан ол басқа араб елдеріне қарағанда бұлар тек қана мұнай көздеріне сенбей, туризмді дамыта білді. Дубайдағы қазір экономикасының 70% мұнай көздерінен басқа экономиканың басқа салаларында, металлургиясы болсын, басқа да ағаш өндіру болсын, сол салаға түсетін пайда болып табылады. Сондықтан қазір және Қазақстан мен әмірліктерінің ұқсастығы екі елде жаңғырмалы энергия көздері туралы ірі бастамаларды көтеріп, біздің экспомыз 17 жыл өтетін осы тақырыпта болашақ энергиясы және Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасы Абу-Даби қаласында орналасқан жаңғырмалы энергия көздері туралы халықаралық ұйымның қызметі және сол жердегі орналасқан Маздар институтының барлығы осы күн, жел, су секілді таусылмайтын энергия көздерін пайдаланып, экономикасын сол бағытқа қарай бұру болып табылады. Осы жерде олардың озық тәжірибелері бізді қатты қызықтырады. Баламалы энергетика саласы бұларда қарқынды дамыған ба? Әрине, бұларда жаңа айтып отырғандай, осыдан бір 10-15 жыл бұрын осы мұнай көздерінің бар болуына қарамастан осы салаға бет бұруда. Жалпы арабтар біздер туралы, қазақтар туралы не ойлайды? Қандай пікірде? Арабтар жалпы Қазақстан туралы жақсы таныс. Арабтардың басшыларының барлығы Қазақстанда жиі сапарлармен болып отырады. Біздің басшыларымызда, әртүрлі министрліктің басшылары да әмірліктерде іс сапарлармен болып, әртүрлі келісім шарттар жобаларды жасауда. Сондықтан Қазақстан дегенде олардың біздің елге деген құрметі өте зор. Оның себептерінің бірі, біз жақында осыдан бір жыл бұрын Біріккен Араб Әмірліктерінің барлық азаматтарын визалық талаптардан босатқан болатынбыз. Яғни олар біздің елге емін-еркін кіріп шыға алатын жағдайға жетті. Бұл да біздің екі елдің бауырластығының белгісі болып саналады. Екінші жағынан Қазақстан өзінің тек қана қазба байлығын емес, осындағы зиялы, сауатты азаматтармен олар қызықтырады. Сондықтан біздің кейбір жастарымыз қазір Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық және трансұлттық компанияларда жұмыс істеуде. Ал мынау келер жылы өтетін, Астанада өтетін экспо халықаралық көрмесіне сол арабтарды, араб елінен туристерді тарту үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бұл сыртқы істер министрлігіндегі комиссар Рапил Жошыбаевтың сапарынан кейін біз Біріккен Араб Әмірлігіндегі 4 ірі туристік компанияларменен экспоның арасында келісімшартқа қол қойдық. Яғни экспода жалпы дүниежүзінен тартылатын 10 миллион туристердің біраз бөлігі араб әлемінен, әсіресе Біріккен Араб Әмірлігінен келсе деген ниетпенен осы 4 Біріккен Араб Әмірлігіндегі компаниялар бізбен бірге қоян-қолтық жұмыс істеуде. Сондықтан алдағы уақытта осы келесі жылы ашылатын экспоға да арабтың әмірліктерден келетін қонақтардың саны көбейеді деген үміттеміз. Бұл арабтар, Біріккен Араб Әмірліктері экспода өздерінің павильондар бола ма? Әрине. Қандай технологияларын көрсетті? 11 павильон жалпы экспода болатын болса, соның тұтастай бірін осы әмірліктер тарапы иеленіп отыр. 2 комиссары жұмыс істейді. Біреуі Біріккен Араб Әмірліктерінің комиссары болып табылса, екінші жаңа айтқан халықаралық жаңғырмалы энергия көздері жөніндегі ұйымның комиссары. Осы 2 комиссардың алдына қойған талаптары осы тек қана қатысу емес, және өздеріндегі жаңалықтарды осы орталық Азияға тарату болып табылады. Осы бағытта елшілікпенен Айрена дейтін жаңа халықаралық ұйым арасында қоян-қолтық жұмыс жүргізіп жатқанын айта өтуге болады. Ал қандай озық технологияларын көрсетуге дайын?
Бұл жерде озық технологиялардың барлығы алдағы уақытта бұл электромобиль болуы мүмкін. Бұл әрине әмірліктер күн энергиясын пайдалануда қазір көш бастап тұр барлық елдердің қатарынан. Мәселе Абу Дабидің қасындағы Маздар қалашығы барлығы күн сәулесіменен қолданылады. Және басқа да салалар бар, оның түгел инновациялық. Оның барлығын көрме кезінде сіздер тамашалай аласыздар. Тамашалауға мүмкіндік болады. Бізде бірге жүзеге асырғалы жатқан жобаларымыз бар ма? Әлгінде айтып кеткен Абу Даби плазадан айтпай-ақ, манағы мектепті айтпай-ақ, басқа да жобалар баршылық шығар. Әрине қазіргі кезде біздің алдымыздағы үлкен мақсат ауыл шаруашылығындағы өнімдерді жаңа айтқанда араб нарығына шығару. Осы жақта бірнеше бірлескен келісім жоспарлар бар. Мәселен, Солтүстік Қазақстан облысындағы солтүстік СПК менен Біріккен Араб Әмірліктерінің Захира деген ұлттық компаниясының арасында 1 миллион тонна бидайды биыл араб нарығына шығару туралы келісімшарттар жасалу үстінде. Бұл ауыл шаруашылығы болатын болса, басқа да туризм саласында болсын, мұнай өнімдерін өндіру саласында болсын да біраз келісімдер бар. Алдағы 12 тамызда Сыртқы істер министрлігі Шейх Абдалланың Қазақстанға ресми сапары болады. Сол сапар кезінде үкіметаралық комиссияның 6-шы отырысы өтеді. Сол отырыста осы шаралардың барлығы, жобалардың барлығы бекітіліп, ортақ бір үкіметаралық бағдарламаға қол қойылады деп жоспарлаймыз. Сол кезде біз алдағы уақытта қандай жұмыстарды бірге атқаратынымызды жария ететін боламыз. Ал әскери салада да бірлескен бір жобаларымыз бар ма, я болмаса келісімдер? Осыдан 1,5 жыл бұрын Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі біздің елшіліктің жанынан өзінің әскери атташе институтын ашқан болатын. Содан бері екі ел арасында әскери ынтымақтастық жаңа сала болып табылғаны қарқынды даму үстінде. Мұндағы араб әмірліктерінің мақсаты біздің жоғарғы әскери оқу орындарында өздерінің әскери азаматтарын оқыту және біздің озық әскери жаттығуларымызға бірге атсалысып, осыны өздеріне үйрету болып табылады. Осы бағытта осы күндері бүгін өтіп отқан Кадекс әскери көрмесінде Біріккен Араб Әмірліктің қарулы күштерінің бастаған әскери делегация қатысып, біздің елімізде шығаратын әскери техникалардың мен танысып қайтты. Қайрат Қарибекұлы, маған мынандай әңгіме қызық. Негізі өзекті сұрақтардың бірі елімізде жемқорлық. Білуімше, араб әмірліктерінде жемқорлық мейлінше жойылған. Солай ма? Бұған қалай жетті олар? Енді дүние жүзінде жемқорлық бар, адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін ондай әрекеттерге барып тұрады, бірақ олармен қалай күрес жүргізу саласына келсек, Біріккен Араб Әмірліктері бұл жақсы жолға қойылған, қатаң заңдары бар, жемқорлықты жасаған адам екінші мемлекеттік қызметке еш уақытта қабылданбайды деген қағидаттар бар. Сондықтан және мынау барлық бюджет қаржыларын барлығы қатаң бақылауда болғаннан кейін көп жағдайда адам ондай салалардан өзінің қалтасына жымқыратын ақшаны таба алмайды. Сондықтан жемқорлықтың жоқ бар, бірақ бар болғанмен де аз мөлшерде болғаны осының дәлелі болып саналады. Менталитетке байланысты ма, жоғады сол заңдар? Әрине менталитетке байланысты, себебі Біріккен Араб Әмірліктерінде 1 миллион халық қана тұрады. Өз азаматтары 8 миллион, жаңа айтқанда шетелден келген азаматтар, олардың жемқорлығы бірден түрмеге қабылданады. Ондайға баратын болса, ондай бұзақы қылмыстардың барлығы әшкереленеді. Ал өзі ішінде бір-бірімен рулас, туыстас болғаннан кейін ондай жемқорлық аз көрінеді. Өздері жағынан, өздерінің жағынан ол жаңағы біздегі сияқты есеп комитеттері бар, сол арқылы бақылап отырады. Қайрат Қарибекұлы, өкінішке орай өзіміздің берілген уақытта шектеулі, өз мәресіне келіп жетті. Студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келген үшін көптен көп рахмет. Алғысымды айтамын. Сіздерге рахмет. Бүгін бізде қонақта болған еліміздің Біріккен Араб Әмірліктеріндегі төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Лама Шариф мырза.